Ақындардың 7-ші жұбы Мұхтар Қонарбай Астана қаласынан. Мұхтар деген жүйрікке қол соғыңыздар. Мұхтармен айтысатын Түркістан облысының жүйрігі Ахмет Расул Баянбай, біздің Әселхан апамыздың немересі. Шымкент жақсыларға айқай-ақау, төредім қойып, төріңе әр жыл сайын кебедім қойып, көп отырмай шаруама кірісейін, қалған маңдайымнан көремін қойып. Ассалаумағалейкум, оңдырым, қашаннан жаны жайсаң еледің қойып. Ағайын ренжімесең сәлемімді осылай қысқа ғана беремін қойып. Берілген 20 минут уақытымды үнемдеп отырайын дегенім қойып. Бауырдай алашаңғып құмдақ өскен, кеп қалдық айтыссақ деп мұнда көшпен. Армысың Расулдай ақ бауырым, жан емесең өлеңге құрғап өскен. Әселхандай аңыздың немересең, жасынан ақындығын шыңдап өскен. Айтыстың анасына айналған жан, ол кісіні шығарған кім бар естен. Әселханның көзіне түссек қой деп армандаған әр ақын мұнда өскен. Мақтау мен батасын естісек деп тоқтамай қаншама ақын жырлап өскен. Ең бақытты ақынсың Расул сен, әжесінің білегін тырнап өскен. Әселханның тербеліп бесігінде өз аузынан әлдейін тыңдап өскен. Айқай-ақау, ай-ай. Келгенде оңтүстіктің даласына, жолықтым отырардың баласына. Бұл Расул бақытты дегенменен кей кезде түспей қалады сабасына. Сен жайлы бір қызықты баяндайын, ағайын күтіп отса аласыға. Өткенде мынандай бір жағдай бопты, келтіріп айтып берсем жобасына. Бөрібай мен Карима атапамыз жол жүріпті Қызылорда қаласына. Расул мен қайырып келемін деп мінгізіпті Приора ладасына. Апаруын апарып қайтар кезде бұл бірақ қарамапты шамасына. Қу мекен бір қиырға келген кезде түсіңдер депті ғой бұл аласұра. Әрмен қарай таксимен кетіңіздер, арзандау болады деп бағасы да. Түн ішінде екеуін тастап кетті Қызылорда Түркістан арасына. Бөрібай ағам бұған қуанғанмен ұнамапты Карима анашыма. Расул бұл үшін ойланама, көңіліңіз осыдан жайланама. Мені де өзім күтіп алам деген жолығып отырмыз ғой тойда жаңа. Келіп ем Ахметте жоқ, Расулда жоқ, берілген уәдеңіз қайда бала. Мен түгіл Бөрібайды тастап кеткен атағы мәлім ақын Қайманаға. Осыған сеніп қалып Қызылордадан таксимен қор боп келдің Қайранаға. Сондықтан бұған несін таңғалайын, ойлағаны зиянсыз пайда ғана. Жолдасы былай тұрсын жарты жолда, атасын тастап кеткен айдалаға. Айқай-ақау, ай-ай. Расул жұп болғанда маған лезде бір жылқынып алады шабар кезде. Бұның да ішінде өз айласы бар, сүйкімді көрінгенмен қарар көзге. Карима мен Бөрібай атапам бар, далада қалғандар көп одан дөзге. Аянды да апарып Түркістанға, қайтарда тастап кеткен балаң кезбе. Алып барған жерінен ап қайтпайтын, қалдырып кететұғын адам лезде. Сондықтан бұл баладан сақ болыңдар, соңғы кезде түсіп жүр жаман көзге. Қайтатын такси тауып қойыңыздар, Расул мен бір жерге барар кезде. Айқай-ақау, мен едім отырардың айқай-ақау, тек тұланың сахнада шеп құрады. Расулдай балаңды қарсал елім, елпілдеп басылмаған екпін әлі. Күміс томра алсам деп шымғалаға, сөз алтын ақындардың жетті бәрі. Ал менің аңдығаным күміс емес, жүлде деген нәрсе ғой жоқтыр аға.
Сіздерге бір сырымды ашайыншы, көңілімнің сейілсін көк тұманы. Әселхандай әжемнің қасын еріп, балалық шақтың зулап өтті бәрі. Етегіне оралып ойнап жүріп, көкірегіме сіңірдім көп мұраны. Мен бүгін сол апамды аңсап келдім, ол кісі осы өнердің ақ бұлағы. Әселхандай әжемді сағынғанда топқа түсіп айтысқым кеп тұрады. Себебі шымкенттік көрермендер айналайын шаппалам деп тұрады. Көрерменнің айтысқан махаббаты әжемнің мейіріміндей боп тұрады. Айқаяға болғандай қып айтатын болмағанды, Мұхтар досым орынын төрден алды. Мазақтап өткендегі оқиғамен дейсің бе мына бізді жолда қалды. Ол рас Бөрібай мен Кәрим анап Расул Қызылордада елге барды. Ноғай елі ас берді дүркіретіп, ол жаққа барған себеп сол болғанды. Бөрібай мен айтысып Кәрим апам айтысқа сусаған ел шөлге қанды. Атаңды айдалаға тастапсың деп бір түрлі қып қойдың ғой сенді адамды. Шекарадан асырып тастағам жоқ, екеуі осы айнала елде қалды. Сен айтқан қу мекен бір қиырды емес, қалаға кіре беріс жерде қалды. Ондағы ниетімді сен түсінбедің, несіне приорамды мен түсінбедің. Бөрібай жездесі ғой Кәримадай, балдызымен оңаша қалсын дедім. Астан шыққан кемпір шал қол ұстасып, қалаға ас қорытып барсын дедім. Айқаяға Мұхтардың сөздерінде тоқтам жоқ па? Себебі өтірікті соққан жоқ па? Алдымнан шығып күтіп алмадың деп мына бізге жаласын жапқан жоқ па? Күтпедіңдер дегенің қайсасқаның, не біздің қонақ жайлық жаққан жоқ па? Қажымұқан мен бір жандай ағаларым қонақтардың қабағын баққан жоқ па? Жататын орныңды қанттай қылып, ішетін тамағыңды тапқан жоқ па? Аяғыңды жерге бір тигізбестен ұшаққа да билет ап отқан жоқ па? Алтын домбыра бермейтін рахатты күміс домбыра көрсетіп жатқан жоқ па? Айқаяға Бісміллә деп буынып белді бекем, жалауым бүгін жырдың желбіретем. Мен туралы айттыңыз біраз нәрсе, сіз туралы да айтайық енді көкем. Өзің жайлы естідім бір жаңалық, ол жаңалық көбіне белгілі екен. Дәстүрләннен байқауға қатысыпсың, сен ол жақта жоғалттың неңді көкем. Тағы ұялмай бас жүлде жеңіп апсың, Құдай-ау оны қалай жеңдің екен. Дәл мұнан Мұхтарлар дәстүрләннен бас жүлде алса, бұл бір ақыр заманнан белгім екен. Дәл мұнандай дауыспен ән сап жүрген сенікі әнге деген қорлық екен. Толғақ қысқан әйелдей ыңырситын дауысың сенің қандай тембір екен. Қарлыққан дауысыңды естімеген қазыда саңыраулар болды ма екен. Дауысың дауысындай жабаяңның, табиғатын бұзушең талай әннің. Мұхтаржан, енді бізге өзің айтшы, көсілмей ме әліне қарай әркім? Даусың қандай екенін естідік қой, дәстүрләннен бас жүлде қалай алдың? Айқаяға Дауысың жоқ дейді ме айқаяға? Міне саған жарайды, әзіліңе күле салам. Біреуге жындысың деп айтады екен, баяғыда жүретін біре салаң. Расулдың айтылды жыры тағы деп ойласам жанымды жылытады. Сахнада даусымды қылжақ қылып, бұл неге арамызды құрытады? Мендегі әншілікке күмәнданба, бойыңыздан өшпесін үміт әлі. Бұл Мұхтар ән салудан жарыс секер, Димаш Құдай бергенді шынытады. Оны қазір бар әлем мойындауда, кең таралып кеткен ғой жігіт әні. Егер менің даусымды есті сәлем, Димашимен арасын суытады. Мен шыңғырмай жүрмін ғой, мен шыңғырсам, қытайлықтар Димашты ұмытады. Айқаяқа
сөйлейін әр сөзімді таңдап ұтқыр. Аяқтан шалсам деп бұл қамданып тұр. Домбырамен сен қалай ән салдың деп сахнаның үстінде паңданып тұр. Қарағым оған несін таңғаласың, қайтесің бостан босқа зарланып құр. Қай қазаққа домбыра ұстатсаң да біреу деп ән айтары барғалық бұл. Қазақ пенен домбыра егіз ұғым, арасы үзілместей жалғанып тұр. Ал бүгінгі қарасам адамдарға дәстүрін ұмытуға сәл қалып тұр. Домбыра тартпақ түгіл аспабымды харам деген сөздерге алданып тұр. Дәстүрләнді сен қалай айтасың деп Расул бір жағымда шамданып тұр. Қасірет деген бәлкім осы шығар, Мұхтарда бұған іштей арланып тұр. Bir қазақтың домбыралып ән салам дегеніне таңғалып тұр. Айқаяға ай ай. Бастасам сахнада жыр әнімді, сен маған салып отыр құлағыңды. Түркістаннан естідім бір жаңалық, оған менің жүрегім шын ауырды. Сет ұстайтын жер таппай мұғалімдер, қайтсем де оқытам деп ұланымды. Биік жерге өрмелеп күндіз түні аралап жүрекем ғой қырауылды. Дамып кеткен заманда айналайын, енді ешкім естімесін мынауыңды. Түркістанның намысын қорғап келдің, төтесінен қояйын сұрағымды. Бұл істі неге шешіп бермейсіңдер, жағып жүрген жандарға шырағымды. Альпинист қылатұғым болдыңдар ғой, таутасқа өрмелетіп мұғалімді. Айқаяға ай ай. Әй менің Мұхтар досым маладес қой. Жала жауып отса да жау емес қой. Альпинист қылдыңдар деп мұғалімді айтып тұрған сөзіңіз сау емес қой. Түркістанның тауларын Мұхтар досым Эверест Гималайдай дәу емес қой. Мұғалімдер шықпаса андасанда альпинистер шығатын тау емес қой. Бір қарын май шірейді құмалақтан, құмалақтан құтылар туадақтан. Түркістан бұрындары тұрушы еді табылған сурет құсап мұрағаттан. Ал қазір облыс боп дамып жатыр, Мұхтаржан біздер үшін бұдамақтан. Жап жаңа ғимараттар бой көтерді, сенбесең сұра мынау жұрағаттан. Кесененің көркейттік айналасын, жас ұрпақ нәр алсын деп ұлағаттан. Осындай жақсылығын естімеген жансың ау құлағынан бұлақ аққан. Ал енді интернетің нашар ғой деп жырыңның түрі мынау құрап отқан. Бүкіл Қазақстанның интернетін Мусиндай министр ғой тұралатқан. Біз түгіл Астананың интернеті тұрғындарға жоқ қазір ұнап отқан. Кейде ұстап, кейде ұстамай қалады екен, Елордада адам көп жылап отқан. Әй біздің Мұхтарларда қызық осы, Түркістанды орынсыз сынап отқан. 30 жасар қалада жоқ нәрсені 5 жасар облыстан сұрап отқан. Айқаяға ай. Мұхтардың Түркістанба жырлағаны, бірақ бұл мақтамайды сынғалады. Ал онда құлақ түріп бұл досымның Расулды да жөн болар тыңдағаны. Сен туған Жамбылдан да бір шу шықты, оны естісең жігерің құм болады. Біраз мұғалімдердің мәлім бопты қазынадан көп ақша ұрлағаны. 24 миллион заңсыз айлық алып, ұстаздың ұлы есімін былғағаны. Мықты болсаң осыны айтпаймысың, қашанға аузыңыз жым болады. Тек қана тектілерге мекен болған таразым қазақ үшін тым бағалы. Ұрылар мектебіңде сабақ берсе, ұлылардың еліне сын болады. Тәрбие тәлім беріп өсірмей ме, бір ұстаз соңын ертіп мың баланы. Сондықтан ұстазда мұғалімдер адал болсын, себебі жастар одан үлгі алады. Ұстазы заңсыз айлық алып жүрсе, шәкірті жемқор болмай кім болады? Айқаяға ай. Мұхтаржан, сен өнерге талапкерсің, талапкерлер жұрт үшін жарап берсін. Күлібең түркістандық апайларға Расул досың бұныңды ағат көрсін.
Жамбылдық ұстаздардың қателігі сендей жерлестеріне сабақ болсын. Біреудің мінін теріп айтпас бұрын, әуел адам өзіне қарап көрсін. Кезек беріп көрейік ал ендеше, тыртыққа күлген жыртық жауап берсін айғаяға. Бастадым деп отсың ба тамашаны, біреудің бұдан бәлкім бағасады. Желіден көргендерін жаңалық қып, Расулдың айтылдау жаңа шәні. Желіден көргендерін жаңалық қып, Расулдың айтылдау жаңа шәні. Алғанын көресіңде сен олардың, бергенін білмейсің ау шамасы әлі. Сендейлердің кесірі ұстаздардың, көтерілмей жатқаны бағасы әлі. Қайда барсаң жүреді мұғалімдер, қырасады біресе тауасады. Субботник деп күрекпен кекпен алып, тазалықтың өзіне қарасады. Керек десең айлықтан ақша жинап, мектептің де жыртығын жамасады. Одан қалса жиналыс концерт қой деп, зыр жүгіріп ол жақа тағасады. Балаларды оқытып күндіз-түні, осылай келешекке жол ашады. Сонда да жақсат жоқ қой мұғалімге, әркім келіп бағымен таласады. Отырып ап айлығы біреулердің отырып ақ айлықтары байқап тұрсақ миллионнан әр асады. Қанша еңбек етсе де ұстаздардың жалақысы 300 мың жобасы әлі. Өзі әрең алатын айлықтарын заңсыз ғой деп біреулер санасады. Біз қайта рахмет дейік ұстаздарға, ойлағаны халықтың болашағы. Әйтпесе осыншама еңбек үшін қандай айлық алса да жарасады айқаяға. Ай, ай. Айдай. Жарқырап тұрған ай күмісің, ақындардың жырысың. Түн ұйқысын төрт бөліп, шайырлар келді-ау бірісің. Айтыстағы бағалы бәйгелердің ай бірісің. Сақынаның ай үстінде жауын нұрлап жан арма. Ей тор екенсің кім үшін, бұл күміс домбырай дегенің. Арман болып талайға өт алмай жүрген ай домбыра. 2 жыл бойы Шымкенттің айналшықтап ай төрінен кет алмай жүрген ай домбыра. 3 жыл бойы Мейіржан тауға барса тау барып, қырға барса қыр барып, ырсыл қуалап жет алмай жүрген ай домбыра. Айдай, 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 айдай. Отырардың ай бір ұлы, кешегілердің бүгіні. Аламан бол осымен, бар кезде сөздің ай шырыны. Өзің едің ай кешегі, асылдардың сынығы. Әсел қандай аңыздың артынан ерген ай құлының. Жүйріктер көсіліп шабады, маржан сөздің ай табады. Көсілгенде алдыңнан, сауырынан тер ай ағады. Ал бауырым аман бол, суытпайғай араны. Көміс үшін біздерді қырқысып отыр демесін. Боқ дүние артта қалады, қиянатқа қимайтын бауырымның бірісің. Осыменен тоқтайық, достығымыз мен үшін алтыннан да бағалы. Айдай, 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 айдай. Бәрекелді. Айтысты бастаған Мұхтар Қонарбай Астана қаласынан 10-10-10 бірыңғай 10. Түркістан облысынан Ахмет Расул Баянбай бірыңғай 10.